Өсімдіктер. 5. Жабайы және мәдени өсімдіктерге күтім жасау. Сен жабайы және мәдени өсімдіктерді ажыратасың. Мәдени және бөлме өсімдіктеріне күтім жасауды үйренесің. Тірек сөздер. Мәдени өсімдік. Жабайы өсімдік. Тыңайтқыш. Арамшөп. Кел, ойланайық. Бір суретке назар аудар. Өнімдер қайдан келді? Олардың өсуіне кімдер еңбек сіңірді? Суретте ас үйде тамақ дайындап жатқан әйел адам және үстел үстіндегі көкөністер мен жарма қораптары бейнеленген. Білгенің жөн. Өсімдіктердің тіршілік үшін маңызы зор. Өсімдіктер ауаны тазартады. Адамдар өсімдіктерден азық-түлік, дәрі, киім, бояу, құрылыс заттарын жасайды. Олар өсімдіктерді суарады. Топырағын қопсытады. Тыңайтқыштар себеді. Адам күтіп баптайтын өсімдік мәдени өсімдік деп аталады. Жабайы өсімдіктер табиғатта өздігінен өседі. Бұл өсімдіктерге адам күтім жасамайды. Олар орман тоғайда, өзен-көлдің жағасында, дала және тауда өседі. Суретте гүлдеп тұрған жасыл жайлау дала бейнеленген. Тәжірибе жасайық. 2. Бөлме өсімдігіне күтім жасап үйрен. Мына нұсқаулықтарды ескер. Өсімдіктің топырағын қопсыт. Өсімдіктің жапырақтарына су бүркіп тұр. Ірі жапырақтарды сулы шүберекпен сүрт. Суретте гүл сататын дүкенде гүл шоғын ұстап тұрған сатушы әйел. Әдемі гүл шоқ адамдарды қуанту үшін жасалады. Салыстырайық. 3. Қай қыз бала бөлме өсімдігіне суды дұрыс құйды? Суретте сол жақтағы қыз құмыраның түбіне ақырын су құйып жатыр. Оң жақтағы қыз суды гүлдің үстінен тым көп құйып, жан-жаққа тасып кеткен. Есіңге сақта. Бөлме өсімдігі өзі өсіп тұрған жердің ауасын тазартады. Оны бапта, оған күтім жаса. Ойланайық. 4. Қайсы қайда өседі? Көкөністер. Сәбіз, қызанақ, қияр суреті. Жемістер. Алма, алмұрт суреті. Жидектер. Шие, таңғурай, құлпынай суреті.